Баршаңызға қайырлы күн көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қысқа арнап өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын қияр жабатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, маған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен қиярымызды жақсылап салқын сумен бірнеше рет жуып аламыз. Жуып болғаннан соң үстіне салқын су құямыз. Су құйып болғаннан соң міндетті түрде кем дегенде 5 сағат салқын суда тұруы қажет. Менде салқын суда 5 сағат тұрды. Енді 5 сағаттан соң осы қиярымыздың бас жақтарын пышақтың көмегімен кесіп алып тастаймыз. Банкілерімізді де манты қазанда 10-15 минут булап аламыз. Манты қазанның кастрөлінде қақпақтарын бірге қайнатып алдым. Содан соң осы буланған банкілерімізге ең алдымен чесногымызды саламыз. Одан соң болгар бұрышымызды саламыз. Содан соң укропымызды саламыз. Мен 2 литрлік банкіге 5-6 данадан чеснок салып шықтым. Укроп салып болғаннан соң ас қасықты қатты толтырмай қара бұрыш саламыз. Және де осы қиярларымызды осы видеода көрсетілгендей етіп салып жайғастырып шығамыз. Мен бұл рецепті бірнеше жылдан бері қолданамын. Өте сенімді рецептердің бірі. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Қиярларымыздың барлығын салып болғаннан соң лавр жапырақтарын саламыз, яғни лавровый лист саламыз. Мен осы 2 литрлік банкіге 2-3 данасын салып шығатын боламын. Келесі кезекте осы қиярымыздың үстіне қайнап, сақырлап қайнаған суымызды құямыз, және де қақпағын жауып 20 минутқа қалдырамыз. Міндетті түрде суымыз сақырлап қайнап тұрған болуы қажет. Қақпақтарын жай ғана осылай аузын жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан соң осы суды сүзіп төгіп тастаймыз. Екінші рет мен бұл суды қолданбаймын. Көріп тұрғандарыңыздай барлық банкіміздегі суды сүзіп төгіп тастадық. Бұл суды екінші рет қолданбаймыз. Жаңадан су қайнатып құятын боламыз. Келесі кезекте тұзын саламыз. Мен 2 литрлік банкіге ас қасықты қатты толтырмай 2 ас қасықтан тұз салып шығамын. Мына жерде менде 800 грамдық бар, оған 1 ас қасық тұз саламын, қатты толтырмай. Содан соң шекер саламыз. Шекерді 1 ас қасық толтырып, әр банкіге осылай салып шығамыз. Содан соң уксус қосамыз. 70% уксус, шай қасықты қатты толтырмай, барлық банкіге 1 қасықтан құйып шығамыз. Енді осы қиярымыздың үстіне сақырлап қайнап тұрған қайнаған су құямыз. Толтырып суды құйып болғаннан соң қақпақтарын жақсылап, қолымыздың күшінің барынша қаттырақ жабуға тырысыңыздар, ауа қалып қоймайтындай болуы қажет. Осылай қақпақтарын жақсылап жауып шығамыз, ауа қалып қоймауы қажет. Жауып болғаннан соң жылы жерге төңкеріп, үстін қалың одеялмен, полотенцемен жауып бір күнге қалдырамыз. Содан соң салқын жерде қысқа дейін сақтасаңыздар болады. Осымен біздің қытырлақ қиярымыз дайын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, және де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.